кальцийді жаңа после операция сынықтан кейін бәрі айтып жатады ғой, ішу керек деп. Біз міне сол жаңа қызымның құлағына операция жасағаннан кейін оның дәрігері кальций ішіңіздер деп айтты. Кальций кез келген компанияның кальцийін ішіңіздер деп. Содан енді ол кезде мен ерсакта жасаймын. Сразу осы кальцийді алдық. Шүкір Аллаға. Бұл біріншіден жаңағы сүйектерін өсіргені де рас шығар, сосын бойын өсірді қызымның. Қызымның бойы, жалпы мен өзімде кішкентай бойлы болғанмын, әкесі де аса ұзын емес, бірақ қызымның бойы қазір бойшаң кәдімгі. Өзінің жасына сай, кәдімгі құрбыларымен тең. Сосын баламды, оның бойы өскесін, кішкентай баламды алып ішті, оның да бойы биыл тіпті жақсы өсіп тұр. Сосын кальций, енді мынаның құрамында магний де бар, цинк де бар, балаға керекті заттың D3 барлығы да бар ғой. Ішу керек мынаны балалар. Бұның ешқандай зияны жоқ. Кальцийді кез келген компаниядан, кез келген аптекадан да алып ішкізеді ғой. Оның жанында мына химиясыз осыны пайдаланған дұрыс шығар деп ойлаймын. Сол үшін осы кальций біздің үйде тұрады постоянно. Өзімізде ішіп жүре береміз. Менің аяғым қазір енді бір аптадай болды ма сынғанына. Кальцийді ішіңіз деді врач. Осыны ішеміз енді.